Сәлем достар, дастархан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен майонезсіз дайындалатын ең дәмді әрі тойымды салаттың рецептісімен бөлісемін. Салатқа қажетті заттар: корнишон, балғын қияр, бір дана қызанақ, болгар бұрышы, піскен ет және бір дана жуа қажет. Дәмдеуіштерден паприка және вегета натур маркалы дәмдеуішінің салатқа арналған приправасын саламыз және тұз саламыз. Салат жапырағын және аскөкті пайдаланамыз. Шамамен бір ас қасық соя соусын құямыз және дәмдеуіштердің үстінен қызып тұрған майды құямыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді салат дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.